Достар, алдында бір видео шығарған еді. Қойдың басын берсе, ол сыйлағандығы деп. Балықтың басын берсе, ол не қылғандығы деп. Енді қазір үйректің басын бергенді не деп айтуға болады? Өздерің комментарий жазып беріңдер. Басын алып тастайық былайынан. Достар, бүгін бір қызық дүние. Арнайы сіздер үшін Сергейлі мейрамханасын жауып, өзіміз отырып, утка по-пекински от Оскара деп көрейік деп отырған Секе. Ау, қойма анау. Ё-моё. Бұл енді аталуы негізі Пекин үйрегі дейді. Бұның жасалу әдісі, бұны бір күн бұрын маринадқа қоямыз. Маринадқа запкені өткеннен кейін пешкеге жоқ дегенде 5 сағат, 6 сағат тұру керек. Пештің ішінде, духовкаде. Сонда өте жұмсақ болады, еті әдемі болады. Анау маринадқасын бәрі өзіне қарай денесіне бойына алады. Сонда Пекиннің үйрегі деп аталады. Атау, қазақша атау. Мынау картошка не? Картошкалар өзіміздің күлге пісіріп, қазақша бұрын өзіміздің қазақта бұрын кезінде онда күлге салып пісіреді ғой. Сөйтіп пісірғанбыз, қазақ күлге салып пісірген картошкалар ғой. Негізінде егер балалық кез еске аламын десеңіз, міндетті түрде картошканы көрейін. Мен бірінші картошкадан бастайын дейді. Уа, шайып. Тұз қосасын, вообще дәмді болады. Асеке, қалай саған эмоция? Жегеннен кейін айтайық деп па. Түрі әдемі екен. Ема мұны. Алты сағат мынау қалай тұрған Асеке? Кәм, бұл күшіп кетпеген еще. Пешкеде салып тұру керек 6 сағат. Сонда ол жұмсақ болады. Етін көріңіздер. Жылтеп түсады. Бәрін бөлшек салады екен. Енді ұзын сөздің қысқасы, бір Сергейге келесінде сұрайсыңдар сосын. Бірақ бұны алдына заказ беруге, себебі бұл түнде маринадтап 6 сағат бойы дайындалады. Шын деді, өмірімде бұндай дәмді жұмсақ үйрек жеп көрмедім. Вот и сказки конец. А кто кушал? Молодец дейді ғой. Үйректі жегендер мында, жемегендер мында. Енді ютубтағы анау утка по-пекински деген қалай жасалатын енді түсіндім. Действительно жұмсақ болады екен.